Мінекей енді Hyundai Sonata'ның ішіне отырып, бұл көліктерді сіздерге бір тест драйв жасай кетейік. 2020 2 литр бензин, смарт комплектациясы. Енді бұл көлікте контур паласы, сосын контур паласының көмекшісі мінекей рульдің тұтқасында тұр. Осы суретті бастаңыздар. Көліктің жүрісі өте жақсы жүреді. Яғни балақты ұстап тұрады, яғни контур паласы, және рульді қойсаңыздар, поворот оңға солға бұрылған кезде рульдің өзі де бұрылады. Бірақ енді бұл үнемі осы режимде тұрмайды. Бір қысқаша бір уақытқа, бір 3 минутқа, 4 минутқа, яғни рульді жіберіп айдай берсеңіз болады. Бұның бір артықшылығы, рульді жай осылайдан ұстап отқанның өзінде де, мысалы адам төмен қарап қалуы мүмкін, телефон шықлап қалуы мүмкін, сол кезде де көліктің тура бағытта екі сызықтың ортасында кетіп баратқаны өзі жақсы екен. Ал енді кейбір кезде менде де болған, телефонға қарап, кейде жердегі бір зат түсіп кеткен кезде алып жатқан кезде, яғни өзімізден бағыттан шығып кетіп жатқан кезіміз болған. Сол кезде жан жақтағы көліктер қысып кеттің деп кейде ойлап сигналды басып жатады. Ал енді осы неге қараған кезде өте жақсы екен. Одан кейін мына жақта қарайтын болсаңыздар, яғни А деп тұр, яғни бұл жанармайды өзі үнемдейді. Мінекей менің дада тұрған өзінде де мотор яғни өшіп қалды. Қазір аяқты яғни педальдан сәл көтерген кезде көлік автоматты оталды да, мінекей жүреді. Жанармайды қарасаңыздар, қаланың ішінде 7.3, 6.2 сол шамадағы нені жетті. Ана жақта леп бергенде ойламаңыздар, бұл дөңгелектің, яғни күн суық болғаннан кейін желдің датчигі жөнінде көрсетіп тұр. Бұл оқтаған ештеңе жоқ. Мінекей көлік таза, керемет. Енді кілтпен деген болмаса, басқа жағы бәрі таза. Енді көліктің тартысын көрейік. Енді Қазақстанда көбісі 2.5 бензин керек деп жатыр ғой. Ал енді Кореяда тек қана 2 литр ғана шығатын болғандықтан бұның да тартысы өте жақсы. Енді ешқандай қиналып мотордың қимағанын білген жоқпын. Кәдімгі еркін жүреді, шығады, төмен қарай, жоғары қарай түскен кезде өте керемет. Енді Hyundai Sonata көліктері Қазақстанға растаможкасымен орта есеппен санағанда 11-12 миллионға келеді. Жас комплектациялар, максималды комплектация 13,5 миллион теңгеге келеді. Тартысы өте керемет, көрдіңіздер ғой. Міне ағайын балалар, қолды жіберіп тұрмын, кәдімгідей өзі кетіп бара жатыр. Сәл қолды ұстап қоям, яғни көлік өзі жай рөлді оңға солға жай жүріп бұрып атқанын кейде сезіп жатырмыз. Өйткені бұл контур паласының екінші түрі, яғни рөлді соған бағындырып қояды. Түсіндіре кетейін, бағанағы рульді ұстау қай кезде қолдануға болады, қай кезде жұмыс жасайды. Яғни мынау руль жасыл жанып тұр, сосын контур паласы әлі жасыл жанып тұрған жоқ. Яғни дұрыс жұмыс жасамай тұр, яғни жолды әлі дұрыс көрмей тұр деген сөз. Екеуі де жасыл жанған кезде таза анық жұмыс жасайды. Сол кезде мен енді бұл көлікте енді заманауи опцияның бар екенін айтып жатырмын. Сіздер бұған сеніп, әрдайым қолданып не істеп алмаңыздар, көліктеріңізді ұрып алмаңыздар. Енді бұл енді алғашқы осындай заманауи технологияның бірі деп шығарып жатыр, бірақ бұған да сенім жоқ. Кейде дұрыс істемей жатқан жағдайлар бар. Ал енді қараңыздар, көлікті дұрыс парковка жасау енді әркім әрқалай жасайды. Енді мен өзім осы нұсқаны дұрыс деп ойлаймын. Қараңыздар, келдіңіздер, дада тұр, N-ге қоямын, одан кейін ручникті көтеремін, мінекей, одан кейін торымызды жіберем, қайт торымызды басып, мінекей, яғни осыда нақты тұрақталды. Ал енді қайтадан шығаратын кезде қайтып N-ге басып, қайтадан ручникті жіберіп, одан қайтадан R немесе D-мен шығып кете бересіздер. Осы дұрыс нұсқа деп ойлаймын.